1980 жылдары Вьетнам бальзамы атты жақпа майдың даңқы шыққаны белгілі. Ол сыртында 5 жұлдыз суреті бар вазелин құтысындай ғана ыдыстағы май. Әсіресе оны бас ауыратындар жиі қолданатын, сырқырауын сап тиді деп мақтап жүретін. Бұл бальзамның атауы алтын жұлдыз. Ол бірнеше өсімдіктерін эфир майларын біріктіретін кристалды ментолдан тұрады. Сонымен қоса, құрамында камфор майы, жалбыз, эвкалипт құша майлары бар. Олар ағзаны суытып, жергілікті жүйке талшықтарын тітіркендіріп, қан айналымын күшейтеді. Сол арқылы жарақатты жазады, қабынуға қарсы әрекетін күшейтеді. Тіс ауырғанда алтын жұлдызды саусаққа, бас бармаққа, қарақұс жаққа жағады. Бас ауырса, әсіресе суықтағанда, стресске ұрынғанда, қатты шаршағанда, оны самайға, қарақұсқа жағады. Ол ауырсынуды басады, себебі құрамындағы майлардың тыныштандыратын, сергітетін қасиеті бар. Сондықтан оны бас айналғанда да қолдануға болады. Невроз, стресс кезінде оның бірнеше тамшысын жылы ваннаға қосып шомылу керек. Шаршау мен мазасыздануды басады. Жөтелді басу үшін оны самайға немесе кеудеге сіңгенше жағады. Ингаляцияға да қолдануға болады. Оны ангинаға қарсы қолданса да шипалы. Радикулит кезінде де оның пайдасы бар. Ауырған жерге сіңгенше ысқылау керек. Күніне 2-3 мәртеден бірнеше ай бойы қолданса болады. Аяқ-қол домбыққанда, аяққа күс пайда болғанда майды проблемалы жерге жағады. Бірнеше ай бойы күніне 2-3 мәрте жағып тұру керек. Бұлшық етті, буынды ауыртып, соғып алғанда ауырсынуды басу үшін соққы тиген жерге сіңгенше ысқылау керек. Ал сіз алтын жұлдыз майының емдік қасиетін білдіңіз бе? Сіз қолданып көрдіңіз бе? Төменге өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Егер де осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, осы видеоны бағалап, WhatsApp чаттарына таратып қоюларыңызды сұраймыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.